армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін өздеріңізбен бірге ұлт жадын жаңғыртатын, өткен мен бүгінді жалғайтын төрдегі сөз музейлік жобасына қош келдіңіздер. Енді бұл жоба бізде төрде айтылатын тағылымды сөз, елге еңбегі сіңген азаматтардың өмір жолы мен азаматтық ұстанымын паш етіп келе жатқан үлкен жоба. Төрдегі сөз тек әңгіме алаңы емес, бұл тарихпен тілдесетін және тағдырымызбен сырласатын үлкен рухани кеңістік. Сондықтан да бүгінгі үлкен жобамызда сөз алатын боламыз. Сол тарихи кезеңдердің ең ауыр қасіретті күндерінің бірі ауған соғысының тарихы жайлы. Бүгін ортамызда осы біздің төрдегі сөз жобасына келіп отырған қонағымыз ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектері одағы ардагер қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ардагер ауған соғысының ардагері, ауған халқының интернационалист жауынгерлерге алғысы медалінің иегері Әлиев Айдар Әлдебайұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз, аға. Рахмет. Аға, енді өзіңіз осы ауған соғысы жайлы осы қазіргі мына біз жеткіншектерге, жастарға патриоттық тәрбие беру мақсатында өзіңізбен сұхбаттасқалы отырмыз. Енді жалпы жақсы білеміз, 10 жылға жуық уақыт сол үлкен қасіретті уақыттардың өткенін, өзіміздің Қазақстаннан да, сол кездегі одақтың барлық республиканың барлық қалаларынан, барлық республикалардан да көптеген жауынгерлердің қатысқан, оның ішінде Қазақстаннан 22 мыңға жуық азаматтарымыз қатысып, көптеген жауынгерлеріміздің о дүниелік болғанын да жақсы білеміз. Сонымен қатар біздің Қазалы ауданынан да 70-ге жуық азамат қатысты ғой енді. Соның ішінде өздеріңіз сол елден аман есен елге оралдыңыздар. Енді бір жастық шағыңызға қарата көз жүгіртіп, сол алғашқы әскерге барған уақытыңыздағы ойсыз барған кішкентай ғана жас балдарсыздар, сарбаз. Сол уақыттар туралы бір әңгімелеп өтсеңіз. Енді түсінесіз бе, өз елінде 18 жастағы азамат жігітпіз ғой. Енді әркімнің өзінің тағдыры маңдайымызға жазған болады. Ал енді біздің мектеп оқып жүргенімізде біздерде арнайы дайындықтар болды. Өткен Ауғанстан соғысына 79 жылы, 78 жылдар кеткен біздің қазалықтар болды. 17-ші Ғани Мұратбаевтың түлектері. Соған байланысты біздерде күндегі бұл уақыттарда Қазақстан комсомолының қатарында болдық. Арнайы өзі клубта жастар кездесіп, осы соғыстың болып жатқан жайын соны талқылап дегендей. Сол уақыттарда біздерде бір жастарға бір жақсы ой келді. Сол әскерге барып, сол елді экстремистік топтардан азат ету мақсатында іс-қимылдарға қатысу деген. Енді оның бұл уақыттарда білесіздер ме, дайындық неғұрлым жақсы болса, адам өзі сенімді болады. Отан алдындағы борышын адал атқарады, қолынан келеді. Енді бізде Ефрем Бейшара ағайымыз болды. Сол кісі біздерді арнайы дайындады. Ол кездегі қазіргі тұрғыдағы нелерді, құрал саймандардың бәрі ол кезде шынайы болатын. Әрбір шараның, әрбір сол уақыттарда қару пайдаланылған қарудың бәрін арнайы дайындықтан өткізді. Соның арқасында сол енді барлық саладан өзіңе тиісті мектеп оқуынан білімді жақсы жетіліп шықсаң, енді өзің сынау үшін ондай жерге неге бармасқа? Шын мәнінде. Енді әскер қатарынан 82 жылы шақырылдық. Бізге ол уақыттарда мемлекет арнайы жүргізуші куәлігін беретін, 2 жыл арнайы автодело сабағы болатын. Біз сол уақыттарда оқыған жастардың бәрін әскер қорғаныс бөліміне жинап, отан алдымыздағы борышымызды өтеуге сол кезде бізге ескертіп айтты. Сіздер Ауғанстанға барасыздар. Бірақ онан бұрын термезде арнайы дайындықтан өтесіздер дегендей қылып. Әскерге бардық, жүргізуші есебінде бардық. Барғаннан кейін әр салаға бөліндік. Көлік жүргізуші, иә? Иә, көлік жүргізуші, ауыр көлік жүргізушілер. Сол сала бойынша бардық. Мен шынымен де 1,5 жыл көлік айдадым, жүк көлігін әскерлерді таситын. Бізде полигонда арнайы жаттығу болды. Біз резервте тұрғанбыз. Бұл резерв Ауғанстанда апатты жағдай болған, мысалы
басқа да батальондардың орнын ауыстырушылар. Бұл резервте біздерді арнайы дайындады. Сол дайындықтан өтіп, енді олай біз кәдімгі біздің әскер дайындап жатқан неден басқаша болды. Ондағы енді 18 жастағы бала күндегі ата ананың қамқорында болған бала, еркелігі бар, басқасы бар дегендей. Енді ол жақта оны қатаң не болды, тәртіп бар. Енді оны қалай айтуға болады, әскерде талқыланбайды, тапсырманы орындайсың. Арқамызға 5 мешокқа толтырып топырақ салып беретін 40 келіге дейін. Соны күнде арқалап, күнде соны 20 километр сыртқа шығамыз, қаланың сыртына. 20 километр келеміз. Күнделікті біздің тірлігіміз сол болды. Қаруды асыну, неғылу. Соның бәрі енді Ауғанстанда бізге керегі болды. Бұл дайындық кезіндегі ғой сіздердің? Бұл дайындық кезінде. Енді бұл көрдіңіз ба, Ауғанстанда болып жатқан қақтығыстың бәрі енді халыққа өте әсерін тигізді, қиын болды. Қарсылық болып жатқандар да болды, ата-анамызда барма дегендей де нелер болды. Бірақ дегенмен отан алдында ант бергеннен кейін оны орындау керек. Міне сол салада 84 жылы бір түннің уақытында оятып Ауғанстан шекарасынан өттік. Енді ол уақытта біз жас болғаннан кейін көп нәрсені түсінбеген шығармыз. Бірақ сол шекарадан өтіп бара жатқанда мен уже 19 жаста 20 жасқа қарап тұрмын. 2 жыл, енді бір жыл жастайым ма сондай. Сол уақыттардың өзінде Достық көпірінен өтіп жатқан кезде үлкен бір тастың жанында үлкен ақсақал кісі тұрды. Ол тәжік, ұлты тәжік екен. Сол кісі бірдеңені айтып, қолын сілтеп не алады. Біз енді түсінбедік, қазақ енді тәжікше сөйлеп тұрғаннан кейін, ана біздің водителіміз сол бізге переводтап берді, аударып берді. Ана кісі бізге айтып жатыр. Анау келген біздің елімізде келіп басып алған келімсектерді елден қуып шығыңыздар. Біз елімізге қайтайық, егінімізді егейік. Сондай мақсатта. Бейбіт өмір сүрейік дейді ғой. Сонда біз шекарада ары қарай асып өткенде 4 миллионға жуық босқындар. 2 жолдың айналасында топырақты қазып үңгір қылып жасап алған, біреуінің төбесі қаңтар жауып қойған, біреу шүберекпен жауып қойған, бала шағасымен халық сол жерде босып жүр. Енді көрдіңіз ба? Ол уақытта енді өзге мемлекетке бағынышты болғаннан кейін шекараны түркі тілдес мемлекеттер ол шекараны аша алмады. Сондықтан онан ең бір жақын несі, менің түсінігім бойынша, жаңағы жергілікті халықтың ауылды экстремистік топтардан азат етіп, халықты кейін қарай қайтару. Негізгі мақсат сол 84 жылы болды. Енді оның алдындағы 79-да болған несін енді көп оған неғыла бермейін. Өзіңіздің уақытыңызға қарай. Мен өзімнің әскер болған немді. Енді бұл жерде біздің бақытымыз Паншер шатқалы болды. Бұл Ахмет Масуд және оның экстремистік топтарына байланысты. Яғни біздің кеше қара майор болған полкке біз бардық. Ол полк бұрын 275 жылға танковый батальон болатын. Біз соны 682-ші мәртебе атқыштар полкі болып өзгерілді. Бұрынғы техникалардың бәрі көтерілген, жаңарған, бәрін өзгертіп, жаңаша. Соның жерде жаңаша әскерлерді біздің бұрынғыдай бір 18 жастағы емес, 19-20-ға толғандар сол кезде біз 22 март күні кірдік. Сол уақытта Паншер шатқалында үлкен операция болды. Бұл операцияны 7-ші Паншер операциясы деп аталды. Сол операция майдан астында 15 күн, 16 күнге жуық қақтығыс болды. Сол қақтығыстың салдарынан көптеген жолдастарымызды жоғалттық. Жергілікті халықтардың енді ондай шығынын біз айта алмаймыз, өйткені алдын ала әскери қақтығыс болатын уақыттарда жергілікті мемлекеттің тұрғындары, нелер адамдарды көшіреді бұл аумақтан. Сондай бір не жасайды, ескерту беріледі. Енді ауылды неде болмау керек дегендей мақсатта. Сол соғыстың несінде көптеген жолдастарымызды жоғалттық. Ал енді сол қыстақты азат етіп алдық. Сол қыстақта енді елге қайтамын дегенше сол қыстақта болдық. Бірақ сол қыстақта біздің негізгі бағытымыз сол қыстақта
қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің Мгм. әскерлеріміздің Мм. барлық саласының несінде. Мен сол қыстақта тұрдым, бірақ қыстақ дегенмен енді Мгм. қоршауда тұрдық. Мм. Өйткені айналамыз бәрі тау болатын, сол тауды жағалай үй салған, әр үйде әр жерде. Енді бұл бірталай қиындық тудырды. Өйткені біз ол жерде біздің әскери тактикамыз оған сәйкес емес. Мм. Өзіміздің неге неғылып Иә. жүрген. Бірақ келе үйреніп жақсы енді шыңдалдық. Енді августтың 27-сінде сол жерден шықтық. Мм. Негізі майда қайтуым керек еді. 7 июнь күні мен война билетіммен әскерден босатылды деп жазып берді. Бірақ өзі соғыс қимылдарына байланысты Кешеуілдеп кешігіп шықтыңыз. сөйтіп Иә. қазылықтап бірталай адамдар Елге жеттіңіз, сөйтіп елге аман аман сау. сау жеттік. Иә, енді соғыстан кейінгі уақыт, ол жерден қаншама қиыншылықтарды, қаншама қанды көрдіңіздер, қаншама жаумен бетпе-бет келдіңіздер. Келгеннен кейін бейбіт өмірге қайтып оралып, үйренісіп кету қандай қиыншылықтар болды ма? Үлкен қиыншылық болды. Бейімделу. Бірақ менің бір өмірімді бір күрт өзгерткен бір нәрсе болды. Бұл енді сол уақыттарда ауданымызда Елеу Көшербаев Иә. басқарған ауданымызда. Сол кісі өзі журналист, сол кісі әдейі мені шақыртты өзінің несіне. Сол уақыттарда біздің үкімет басында үлкен бір не болып жатқан дүрбелең. Иә, Горбачевтың келуіне байланысты. Сол уақыттарда ол кісі мені шақыртып, сосын айтты, Айдар, сен отан қорғап келдің, сенің өмір тарихыңды біз жақсы білеміз. Енді арнайы келеді ғой, әр ауданға, әр отан алдында қызмет еткен азаматтың бүткіл өмір баяны келіп тұрады. Соны маған айтты, мен сізге енді бірдеңе тапсырайын, соны орындайсыз, қолыңыздан келеді. Мен өткен сіздер біздің болашағымыз, сіздерге біз сенім артып отырмыз. Мынау елдің басында дүрбелең болып отыр. Ал енді соған бір несі тиіп кетпесін деп осы жастардың ортасында көп жиналыс болып жатыр, бас қосу болып жатыр. Соны енді бір сізбен байланысып жұмыс істеуге шақырды ол кісі. Біздің қалада Әнес Нарметов деген ақын ағамыз болды. Сол кісіні шақырды. Үшеуміз 1 сағат, 1-2 сағатқа дейін кішігірім жиналыс өткіздік. Сол жиналыстың ішінде менің енді көптеген халықпен жұмыс істесу нем жоқ. Бірақ енді бір сөзге, неге бір кішкентай бір жұмыс істеуге қабілеттілігім көрініп тұр ма? Мені Әнес Нарметовтың қасына қосты. Ол кісі 1 жыл мені дайындады. Мынау өзінің өміріндегі кітабын, соның мағынасын, несін, адаммен қалай сөйлесу керек, елмен, билікпен қалай араласу керек. Сонымен үкіметпен халықтың ортасында енді үлкен көпір, алтын көпір дейміз енді. Сол уақыттарда қазақтың тағдыры шешілетін уақыты болып тұрған, тәуелсіздікке енді қадам басатын жоба. Жастарымыз сол кезде соған ұмтылып, жаңағыдай бір жақсы бір, сол кезде жақсы дейміз ғой, енді кеңес одағынан арылғымыз келді, олардың солақай саясатынан арылғымыз келді. Жақын бір жақсы Қазақстан елін құрып, бейбітшілігін алып, өз отанымызды өзіміз қорғаймыз дегенде сонда үлкен үміт болды. Бірақ орындалды деп ойлаймын. Мен соған 85 жылы Горбачевтың келу тұсында сол кезде үлкен дүрбелең болды. Сол әр өткен шаралар, осы қазалда комсомолдардың өткізетін соның бәрін жиналыс болса маған белгіленді. Мен бар өткізгендерін қараймын, қандай мағынада, соны аудан әкіміне әкеліп жеткізіп беремін. Бір күні бір тағы маған ескертті, әдейі шақырып, ертең үкіметтің басында бірдеңе болуы мүмкін. Ал енді сен қазалың жастарын бір неге жинап, осы Горбачевтың енді саясат нелеріне байланысты қарсылық, наразылық шарасын өткізулерің мүмкін. Соған дайын бол деді. Жақсы еді. Онан да көп нәрсе айтты, мен оны не жасамай қояйын. Енді 86 жылы 16 желтоқсан, даже 15 желтоқсан күні маған телефонмен звондады.
Көшербаев, Елі Көшербаевтың өзі. Айтты, Айдар деді, ПАТБ мекемесіне барасың, 3 күнге саған не береді, бессарабияны жаздыр, ақысыз күн жаздыр, сосын қаржыңды береді қолыңа, жұмыс істеу несін барып не алып, 3 күндік сен осының бәрін ұйымдастыруың керексің. Ол тапсырмай, мен ойлаймын, бұл кездерде Назарбаев елдің несі басқару несінде жақсы не қалды, Қонаевқа қарсы не жасап. Онан кейінгі не 2 адамның несі бар сол уақыттарда, үміткер. Президентке үміткер адамдар. Мен сол сала осы облыстың несінде көптеген дүрбелеңге қарсы, осы недегі болып жатқан жағдайға қарсы тәуелсіздік аламыз деп, соны үміттеніп, жастар жинадық. 16-шы желтоқсан күні вокзалда болды. Вокзалда жинадық. Мен өзім шықтым. Сол вокзалда жастармен кездесіп, әрқайсымен сөйлесіп, біздің негізі қазақтың ішіндегі батыр азаматтар көп. Енді көз қорқақ дейді ғой, бірақ бір адам бастаған болса, ол сол ойлаған шешім шешпей қоймайтыны мен көзім жетті. Осы Қазанның бүткіл азаматы 17, 18, 19 күнге дейін вокзалда жиналды. Ана ұзын вокзал түбі емхананың алдына дейін халық жиналды. Сол енді шарамызды өткіздік. Ол шарамыз бейбітшілікті алу мақсатында, тәуелсіздігімізді алу, еншімізді алып, өзіміз отанымызға қызмет ету мақсатында жастар, сол кезде біз 22 жастамыз. Сол уақытта сол бір кішкентай не қозғалыс болды, бірақ нәтижелі болды. Ол нәтижелі болғанмен де, оның арты тексеру деген бар ғой. Ертең азында жұмысқа келгенде, бізде мен диспетчер болып жұмыс істегенмін ПАТБ-да. Сол уақыттарда менің бастығым Мәлтай Талардагер, сол кісі болатын. Бір мәшинені дайындап қойыпты, қолыма пятек күн берді. Сөйтті, Айдар қаш деді. Сосын өзім аңтан қалдым, қаяқ қашам, неге барам деп. Содан терезеден көрсетіп қарасақ, кешегі неге шыққан балдардың бәрін қолын қайып, мәшине түйіп отыр. Соған мәшинені мінгізді, елден шығарып жіберді. Бір жетіге дейін келмеді. Сонымен өзім былай шыққаннан кейін барып есім жинадым. Мен не істеп жүрмін, қаяққа барамын, кімге барамын. Сонан неге Каукөйге барған кезде бір малшы кездесті. Сосын айтты, сені маған айтты, нөміріңді берді. Осы жаққа келеді, келген кезде сонымен қасыңа алып, малыңды тасып ал, неғылып тілегіңді істеп ал деп малшыға деді. Ол теңіздің ұлтанында екен. Сонымен бір жерде ана жалғыз өзі, семьясы бар. Соның малын көмектестім. Қасында жүріп, тасып бір жеті өтті. Енді тастап кетуге ұялдым. Ыстық құмның ортасында ел жоқ, не жоқ. Сонан өзімде аяғымда көмектесейін деп бір жыл уақыт өтті. Елге келгеннен кейін Мәлтай ағамыз тағы алдымыздан жүгіріп шығып, мынаны алда кет тағы тағы бір мәшине дайындап қойдым. Сөйтіп отыр. Бармаймын дедім. Өзім шаршадым. Ұстасын. Сөйтіп жатсам, біздің Қазанның кірмесінен бір азамат келіп тұр. Айтты, мен қамамаймын деді, бірақ қоятын бір сұрағым бар деді. Сосын жақсы дедім. Ана Мәлтай айтты, қазір сен алып кетесің ғой бұны деді. Қолын қайырып алып кетесің деп еді. Жоқ деді, алмаймын деді. Тек қоятын бір сұрағым бар, соған жауап берсе болды деді. Сосын ана ағамыз айтты, мен жас баламын ғой енді. Ана жерде қарап тұрды. Егер алып кететін болсаң, мен ана жерде қарап тұрамын деп, есіктен жібермеймін, шығармаймын деп. Ана баланы алып келіп қор болады ғой, бала, жас бала деп жаңағыдай айтып түсіндіріп жатыр. Сосын сөйтіп не қылған кезде, ана жігіт маған мынандай сұрақ қойды. 2000 адам тексердік деді Қазалда. 2000 адам тексердік, соның бәрі сыйын көрсетті деді. Сен осыны қалай жинадың деді. Енді ол кезде азаматтардың бәрі белгілі ғой, жас комсомолдар. Бірін ол кезде телефон жоқ. Нағыз патриоттар, ел үшін. Енді көрдіңіз ба, қандай не. Енді мен де айттым, ал енді мен білмеймін дедім. Бірақ халық менің сөзіме сенді, маған ерді. Мен аудан әкімінің тапсырмасын орындадым. Мен ойлаймын, өз межелінесімен орындадым. Айқай шу не болған жоқ, бірдеңе өртелген жоқ, терезе бірдеңе сынған жоқ. Тыныштықтың бәрін сақтап, әрқайсы ертеңіне жұмысына өзі қайтты, кетті деп. Кетіп баратып ана бұрылықта, егер мен болсам деп,
мен де солай жасар едім деп. Соның несінен енді көрдіңіз ба, біз қамауға алып кетіп неге Ресейден көп адамдар келген. Яғни сол ана біз енді мен сыртта жүргенсін біле бермеймін. Ауданнан тапсырма келген кезде кейіннен Мәлтай ағамыз айтады, егер сені алып кеткенде дейді, сен бұл жақта тергеуде болмайсың дейді, сен бірден Мәскеуге алып кететін дейді. Оны алып кетсе қайтып келмейді ол бала. Жібермеңдер деп жаңағыдай аудан әкімінің тапсырмасы болды. Міне енді көрдіңіз ба? Уақыттардың өзінде қандай үлкен қоғамдық жұмысты қалай атқарғансыз. Енді көрдіңіз ба, мен содан кейін менің өмірімді бір өзгерткен, содан кейін міне қоғамдық бірлестікте араласып келе жатырмын. Мен бір емес екі президентпен, Назарбаевтың тұсында да жұмыс істестім, президенттік әкімшілігімен. Тоқаевпен де жұмыс істесіп жатырмын мысалы. Барлық ауылдағы біздің қаланың үлкен проблемаларын айтып, соның елдің несін қиыншылығын жеткізіп дегенде. Оның бір жағынан үкіметтік емес, 17 жылда үкіметтік емес үйін басқарып келдім. Шынын айтқанда менің тағдырым осыған байланған. Мен басқа ештеңе істей алмаймын. Мен анандай қап арқалады десе, не арқалады десе, оны арқалай шығармын. Бірақ енді осы халықтың бір несін жүгін арқалы десе, оны енді арқалаймын. Рахмет аға. Жаратылысым солай болды. Сұхбат алдық. Енді өзіңізбен қатар осы ауған соғысына қатысқан көптеген ағаларымыз бар. Қазіргі кездерде сол ауған соғысына қатысқан жауынгерлерге қандай бір үкіметтен көмектер, жеңілдіктер қарастырылған? Меніңше Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен бірдей. Теңестірілді де? Ертеректе теңестірілді. Мен енді 20 жасында мемлекеттік не алдым, көмегін алдым. Онан кенде болған жоқ. Барлық сала, барлық несінің бәрі сондай бір жеңілдігі болды. Ол тұста қазіргі немені салыстыруға келмейді, бірақ мен бір несін айтайын. Ол уақытта мемлекеттің несінде болды, мекеме мемлекеттік болды. Қазіргі тұста жекеленді, сондықтан мемлекет бізге қаржылай береді. Ал ол уақытта орманшылық мекеме болса, орман шаруашылығы болса, олар ағаш берсе, көмір нелерді, олар бізге арнайы көмір беріп тұрады. Сосын курорт несін барлығын мемлекеттің бекітіліп болған. Қазіргі уақытта да бар ма? Қаржылай ма? Қазіргі уақытта мынандай жағдай бар. Егер үйге мұқтаж болсаңыз, тегін үй береді сізге. Енді көлікке, үйдің бар ақысының бәрі тегін алынбайтын. Сосын арнайы 20 қазір әлеуметтік неге байланысты тұрмыстық тіршілігіне 27.000-ға жуық ақша береді айына. Сосын әр апрельде тоғызқұмайға қарсы деп айтамыз ғой, 200.000-ға жуық. Бір реттік көлемі несі бар, көмегі бар. Рахмет. Енді қазіргі мінекей өзіңізбен кездесуге жас ұрпақтар келіп отыр. Келешек біздің отанымызды, бізді қорғайтын жастар, жігіттер, осы жастарға, тәуелсіз Қазақстанның жастарына қандай өсиет айтар едіңіз? Әрине, жастар, бәріміз де жас болдық. Бұл бірінші әрбір азамат, ұл болсын, қыз болсын, отан алдындағы борышын өтеу міндетті. Оны біздің кешегі ата-бабамыздан бері ер адамның мойнына міндеттеліп қойылған. Ал енді ол мектеп бітіргеннен кейін, үлкен оқу орындарын бітіргеннен кейін екінші қадам бұл отан алдында қызмет атқару. Өйткені бұл 18-ге толғаннан кейін сіз Қазақстан Республикасының үлкен азаматы болдыңыз. Сізді енді бұнан кейінгі сіздің өміріңіз енді үйлену болады, балалы шағалы болу мүмкін. Енді сондай жағдайға байланысты бұл енді әскерге бару адамның өмірмен ащы мен тұщын айыруға үлкен септігін тигізеді. Отан алдындағы борышын өтеуге, үлкен жасалған шараларға қатысуға, ата-анасынан жырақта жүріп, елде болып жатқан жағдайға адамның ой өрісін өзгертеді. Соған бір өзің алға қарай мақсат қоюға үлкен өзгеріс береді. Бұл енді отан қорғау деген, бір өзің отбасыңды қорғау деген. Өзің отан өзі отбасынан басылады деген бар. Ал енді ертеңгі өзің ата-анаңды құрметтеуге, ертеңгі өзің інілеріңді, бауырларыңа қамқор болуға, бұл әскер деген
бәрімізге жаңағыдай үлкен күш береді. Мен жалғыз болып әскерге барып келген емес, әскерге барып келгеннен кейін барлық әскерге барушылар қорғаныс бөлімдеріне тіркеуде тұрады. Бұл деген елімізде тасқын су болып жатса, немесе басқадай бір табиғи апаттар болып жатса, соған қызмет етуге, сол халыққа қызмет ету үшін сол адамдарды жұмылдырады, оларға айлығы басқасы да төленіп, заңдылығымен бәрі болып жатады. Бізде бір уақыттарда Селенда болдық, Петропавлскіде болдым мен. Тағы бірде 1995 жылы Тәжік-ауған шекарасында ұрыс қимылдары болып жатқанда біз Қазалыда 1000-ға жуық азаматтар 3 күн тұрдық. Сол шекараға, егер шекараны бұзған жағдайда, сол ұрыс қимылға қатысуға дайындалып тұрдық. Сіздердің енді жалпы жүректеріңізде отанды сүйгіштік, халқымды, елімді, отбасымды, өзіңіз айтқандай, отан отбасынан басталса, өз отбасыңызды және отаныңызды сүйетін үлкен сүйіспеншілік жатыр. Сіздің осындай жақсы жолыңызды мына жастарға берсін дегім келеді. Айдар аға, бүгінгі күні бізге өз уақытыңызды бөліп, осындай сырлы сұхбат бергеніңіз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Алла денсаулықтың байлығын берсін. Өздеріңіздің қатарластарыңызбен бірге сол біздің болашағымыз үшін қаншама тер төктіңіздер, қаншама қиыншылықтар көрдіңіздер, жүректеріңізге ауыр жара салынды. Соның барлығында алдағы уақытта тек қана осы ұрпақтардың сабақтастығыменен болатын жақсылықтарды көруге Алла нәсіп етсін. Рахмет. Бүгінгі төрдегі сөз сырлы сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен кездескенше сау саламатта болыңыздар.